Мылтықты Шерзат алып келді. Қайдан алып келгенін түсінген жоқпын. Талдықорғанда өтіп жатқан бүгінгі сот отырысында марқұм Нұрғанат Ғайыпбаевтан алынған жауаптың бейнесі тарады. Жасырын камераға түсірілген видеода жәбірленуші тергеушіге мылтықты інісінің әкелгенін айтқан. Ал аталған тараптың қорғаушылары істер ресми тіркелмеген бұл материалды жарамды дәлелдердің қатарынан алып тастауды ұсынамыз деп отыр. Оған себеп те жоқ емес. Тараптар не дейді? Түсінік бергендер қандай дерек келтірді? Тілші тарқатып айтсын. Төртінші қазанда кісі қолынан қаза болған Шерзат Полаттың өліміне қатысты сот отырысы бүгінде жалғасты. Талдықорғанда өтіп жатқан кезекті процесте әуелі оқиға орнында болған бірқатар куәгерден жауап алынып, олардың түсініктемесі талқыға түскен. Қайғылы жағдайға қатысты өз нұсқасын айтқандардың қатарында Талғат Әшірбаев атты азамат та бар. Сотталушы Шынасыл Абзалды дүкеннің алдына апарып тастаған ол Шерзаттың ағасының көліктен мылтық алғанын көрдім дейді. Куә сондай-ақ төбелеске қатысушылардың қандай киімде болғанын да айтып берді. Ал түсінік беру аяқталған соң жәбірленуші тараптың қорғаушысы мынадай сұрақ қойды. Мылтықты көрдіңіз. Дұрыс қой. Жерде жатқан тұлғаларды көрдіңіз. Дұрыс па? Біреу емес екеу. Сол кезде сіз полицияға хабарласуға мүмкіндігіңіз болды ма? Ол сұрақ қойылды, иә, болды, бірақ мен қорқтым, шыны керек ше. Неден? Маған кесір дей ма деп. Сіз ол жерден бір рет емес, айналып тағы да екінші рет өттіңіз ғой, қателеспесем, иә? Иә. Екінші рет өткен кезде сіз қызығып, не болды деп өткен шығарсыз? Қызығып өткен жоқ өттім. Енді қалай өттіңіз? Қандай мақсатпен өттіңіз? Басылдама деп көру үшін ғана өткен ма? Айта кетейік, оқиға орнында болған екі куәнің жауабында шикілік болуы мүмкін дейді қорғаушылар. Әзірге олардың айтқанына қатысты сот тарапынан қандай да бір пікір келтірілген жоқ, әрі құқықтық баға берілмеді. Олар менделеп бойымен келе жатады да, 40 сағатына 40 жылдамдықпен өтіп кетіп жатады. Бағанағы детально барлығын көру мүмкін емес. Мылтықты алып жатты дейді, атты дейді, кроссовки неден көру мүмкін емес. Сондықтан ол оған олай жауап беруге бір нәрсе түрткі болды деп санаймыз. Бүгінгі сот отырысының бірінші бөлігінде сондай-ақ марқұм Нұрғанат Ғайыпбаевтың тергеушіге берген жауаптары оқылды. Оқиға орнында болған екі қыздың да әрекетін сипаттаған ол, қыздардың бірі көліктен пышақ алып берді деп мәлімдеді. Кейіннен сол суық қарумен Шерзаттың сол жақ арқа тұсынан соққы жасалған. Іштен ағам Қаржаубай іштен шыға алмай тұрады. Есікті бір қыз жібермей тұрған екен. Аяғымен есікті тіреп тұрған. Бір қыз машина жақта болды, Мерседестің қасында. Сол кезде пышақ шығып бастады. Яғни Мерседес маркалы автокөліктен келген қыздың біреуі автокөліктен пышақтар алып беріп тұрды. Жоғарыда аталғандардан бөлек процесс барысында марқұм Шерзаттың ағасынан алынған жауаптың бейнесі көрсетілді. Ауруханада жазылған бейнетаспада Нұрғанат Ғайыпбаев тергеушінің сұрағына мылтықты Шерзат әкелді. Қайдан алып келгенін түсінген жоқпын деп жауап берген. Аталған видеоға қатысты адвокаттар былай дейді. Біз соны заңсыз деп санаймыз. Дұрыс айтасыз. Бұл бағанағы азаматтардың өздері қастарынан өтіп бара жатып шоқ болып қалып жатыр ғой, көріп жатсыздар, иә? А ол анандай пышақ алады, жарақат алады. Сол кезде сондай жауап алып жүргізілген. Мен сот енді оған өзінің құқықтық бағасын берер деп ойлаймыз. Закрытая, что ли? Скрытая